Баршаңызға жалынды сәлем достар. Бүгін сіздерге 2022 жылғы Top Gun Maverick атты фильмін қысқаша айтып беретін боламын. Әрине, лайк пен подписаться кнопкаларын басуды ұмытпаңыздар. Ал біз көпке созбай осымен бастаймыз. Бәрі ұшқыштар арасында аңызға айналған Капитан Мэвериктан басталады. Оның арқасында 30 жылдық қызмет және де жүздеген сәтті миссиялар бар. Бір күні адмирал Мэвериктің кезекті әуе миссиясын ақшалай қолдаудан бас тартады. Мэверик ашу үстінде, өйткені бәрі жоспар бойынша болатын. Сол түні капитан ешқандай рұқсатсыз гипердауысты жылдамдық миссиясын уақытынан алдын орындауды шешеді. Адмирал тезірек оған жерге қонуды бұйырады. Бірақ Мэверик байланыс ұстамайтын кейіп танытуда. Бірнеше минуттан соң капитан мүмкін емес миссияны сәтті орындайды, бірақ Мэверик бұнымен шектелетін емес. Өміріне қауіп төнсе де ол жылдамдықты түсірмеуді шешеді. Соңында ұшақ әуеде істен шығып, Мэверик уақытында катапульта жасап аман қалады. Адмирал оны бұл әрекет үшін жұмыстан шығармақшы, бірақ капитанның қабілеттілігін еске алып кешіруді шешеді. Осыдан кейін Мэверик басқарушымен жолығып жаңа миссия алады. Олар заңсыз орналасқан ядролық завод жайлы талқылауда. Егер ол іске қосылса, көрші аймақтарға да зардабы тиюі мүмкін. Сондықтан Пентагон оны іске қосылмастан алдын тез арада жоюды бұйырыпты. Завод жер асты бункерінде орналасқан және де айналасында толған ракеталар. Онымен қоса базада өте мықты заманауи ұшақтар бар. Мэверик сол жерде жаңа жоспар құрмақшы. Жоспар бойынша завод каньонда орналасқандықтан олар жаңа ұшақтарды пайдалана алмайды, өйткені ол жақта GPS әлсіз. Егер миссия уақытында орындалмаса, онда олар ең мықты ұшақтарға қарсы шайқасуға мәжбүр. Бірақ сонда да Мэверик қолынан келгенше бәрін жасамақшы. Басқарушылар оған тез арада жаңа түлектерді 3 аптаның ішінде миссияға дайындауды бұйырады. 12 ұшқыштың арасынан ол соңында 6-ын таңдауы керек. Мэверик ұшқыштардың арасынан өзінің марқұм серіктесінің баласы Брэдлиді көреді. Капитан бұл миссиядан бас тартуда, өйткені бұл топты миссияға жіберу таза өлімге жіберумен тең. Бірақ енді оларда артқа қайтуға жол жоқ. Осыдан кейін барға келген Мэверик өзінің бұрынғы қызы Пенниді кезіктіреді. Пенни оған ренжулі, өйткені Мэверик қызға әрдайым қасында болуға уәде беріпті. Бірақ 3 жылдық миссияға байланысты екеуі қатынастарын үзген екен. Әңгіме кезінде Мэверик телефонын үстелге қояды. Бұл жердің ережесі бойынша ол енді бәріне пиво алып беруі керек. Бір кезде Мэверик Брэдлиді элиталық жас ұшқыштар арасынан байқайды. Брэдли қарапайым жігіт, бірақ Джек бұл миссияда лидер боламын деп қояр емес. Мэверик енді ақшасын төлемекші, бірақ картасында ақшасы бітіп қалған екен. Сол кезде Пенни әлгі жігіттерге тезірек оны бардан шығаруды өтінеді. Бірақ жігіттер оның жаңа капитан екенін білмейтін болып шықты. Мэверик Брэдлиге қарап өзінің марқұм серіктесін есіне алады. Екеуі үнемі бірге миссияға аттанатын. Бірақ Брэдлидің әкесі соңғы миссияда тым кеш катапульта жасапты. Келесі күні элиталық ұшқыштар өздерінің жаңа капитанын көреді. Жігіттер кеше ғана оны бардан қуып шықса да, Мэвериктің оларға ешқандай реніші жоқ. Бірақ Брэдли оны көргеніне қуанышты емес. Бұл топта өңкей мықты ұшқыштар болса да, Мэверик бәрін іс жүзінде тексермекші. Ол жігіттерді топтарға бөліп, жалғыз өзі оларға қарсы шығады. Оқушылар жеңістеріне қатты сенеді, сондықтан ұтылған адамға 200 отжимания жасатпақшы. Бірақ көп замай олар бұл сөздеріне өкініп қалды. Мэверик өзінің шеберлігін көрсетуде. Оқушылар шынымен мықты болса да, топтық жұмыстың не екенін білмейтін болып шықты. Енді басқарушылар капитанның бұл әрекетін сөзге алуда. Өйткені оқушылармен бұндай жаттығу жасау өте қауіпті. Мэверик болса олардың тек миссиядан барынша аман-есен оралғанын қалайды. Келесі күні Мэверик жаңа жоспар жайлы түсіндіреді. Ракеталар каньонның төбесіндегі объектілерді жарып жіберуі мүмкін, сондықтан олар 100 метрлік биіктікке ұшуға мәжбүр. Оларда миссияны орындауға тек 2,5 минут бар. Егер осы уақытта үлгермесе, онда қарсыластардың ұшақтарымен шайқасатын болады. Жаттығу кезінде Брэдлиден басқасының бәрі дайындықты сәтсіз орындап шықты.
Сонда да Джек оны мойындамай, Брэдлидің әкесін мазақ қылады. Мэверик болса жастарға одан әрі алаңдауда. Осыдан кейін капитан демалу үшін топты пляжға алып шықпақшы. Басқарушылар оның бұл әрекетін түсінер емес, бірақ Мэверик топты бірлік болмаса, миссия сәтсіз болатынына сенімді. Осыдан кейін ол Пенниді кездесуге шақырып, шынымен қасында болуға уәде береді. Келесі дайындықта капитан оқушыларға миссияның екінші бөлігін түсіндіруде. Біріншіден, олар қорғаныс күшін жаруы керек. Екіншіден, ракетамен тура заводқа атулары тиіс. Егер біреуі болсын қателессе, онда миссия сәтсіз болғаны. Дайындық кезінде топ кезектен кезек қателесуде, бірақ бір кезде Мэверик олардан жақсы нәтиже байқайды. Күтпеген жерден ұшақтың қозғалтқышына құс кіріп, апатқа ұшыраса да, ұшқыш катапультаның арқасында аман қалады. Осыдан соң Мэверик Брэдлиге келеді. Капитанның айтуынша, егер серіктесінің баласы да қайтыс болса, өзін ешқашан кешірмейді екен. Бірақ Брэдли миссияға толықтай дайын болып шықты. Келесі күні шыдамаған басқарушы капитанды жарылған ұшақ үшін сынға алып, оны жұмысынан босатады. Кешке қарай Мэверик Пеннимен кезігеді. Пенни оны барынша қолдауда және ешқашан берілмеуді ескертеді. Келесі дайындықта адмирал өзін жаңа нұсқаушы ретінде таныстыруда. Оның жоспары бойынша ұшқыштар тірі қалмайтындарына сенімді. Бір кезде олар Мэвериктің ұшағын байқайды. Ол каньонның бойымен сәтті өтіп, нысананы жарып шығады және бұның бәрі 2 минуттың ішінде. Адмирал Мэверикке ескерту жасап, тобын қайта өзіне тапсырмақшы. Енді топтың арасынан 6 адамды таңдайтын уақытта жетіп келді, ал қалғандары запаста тұрады екен. Мэверик араларынан ең мықтыларын таңдайды. Бәрінің ойынша бұл миссияда Мэвериктің серіктесі Джек болады. Бірақ соңғы сәтте капитан Брэдлиді таңдайды. Келесі күні топ дайындыққа кірісіп, көп замай миссияға аттанады. Арттағы армия болса, жаудың қорғанысын жою үшін ракеталар жіберуде. Ұшқыштар барынша жоспар бойынша келе жатыр. Ракеталар қорғаныс күшін жойған сәтте әуеде жаудың ұшақтары пайда болады. Сол кезде Мэверик объектіні көздеп өз жұмысын сәтті аяқтайды. Брэдлидің ұшағы тағы да істен шыққанымен объектіні сәтті жойып шықты. Армия миссияның сәтті аяқталғанына қуануда, бірақ ұшқыштар үшін қауіпті кезең енді басталды. Оларға қарсы ракеталар жіберіледі, бірақ топтық жұмыстың арқасында олар әзер құтылып шықты. Осыдан кейін бірнеше ракета Брэдлидің ізіне түседі, ал жігіттің ұшағында патрондар бітіп қалған екен. Көмекке барған Мэверик оны құтқарып қалып, өзі катапульта жасайды. Джек достарына көмектесуге рұқсат сұрауда, бірақ адмирал оның да өміріне алаңдап отыр. Операторлар тезірек Брэдлиге базаға қайтуды бұйырады. Осы кезде жерде жүрген Мэверик жаудың тікұшағына кезігеді. Тікұшақ оған оқ жаудырмақшы, бірақ көмекке Брэдли келіп, капитанды құтқарып қалады. Көп замай Мэверик аспандағы Брэдлидің ұшағына қалай ракета тигенін көреді. Капитан тез арада ұшақ құлаған жерге барса, қуанышқа орай Брэдли тірі болып шықты. Мэверик сол жерде жаңа жоспар құруда. Екеуі қарсыластардың базасына барып, ескі ұшақтарға отырады. Аспанға көтерілгенде олар операторларға жаудың ұшағында екендерін жеткізеді. Сол сәтте олардың іздеріне 2 ұшақ түседі. Мэверик оларды барынша алдамақшы, бірақ артқы жақтан біреуі атуға дайын тұр. Капитан өзі шабуыл жасап, оны жойып жібереді. Жылдамдығы аз болған соң, Мэверик жаудың артына түсіп, оған оқ жаудырмақшы. Базаға қайтар жолда оларға тағы бір ұшақ шабуылдайды. Екеуінде де ракеталар мен оқтар таусылған болатын. Сонда Мэверик биіктікке көтеріліп, тезірек Брэдлиге катапульта жасатпақшы. Бірақ өкінішке орай ұшақ істен шыққан екен. Қарсыласы енді ракета жібергенде көмекке Джек келіп, оларды құтқарып қалады. Жерге қонған сәтте бәрі оларды батырлар ретінде күтіп алады. Ұшқыштар жеңістерін тойлауда, тіпті басқарушы да капитанға өз алғысын білдіреді. Осыдан кейін Мэверик пен Пенниді көреміз. Мэверик өз сөзінде тұрып, Пеннимен бірге өмірінің соңына дейін болған екен. Осымен біздің Top Gun Maverick атты киномыз аяқталады. Достар, видеоны соңына дейін көргендеріңізге үлкен рахмет, және де лайк пен подписаться кнопкаларын басуды ұмытпаңыздар. Ал ендеше келесі видеода жүздескенше сау болыңыздар.